Қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге бота. Мен бүгін сіздерге ең дәмді әрі өте тез дайын болатын бризоль деген тамақты жасауды үйретемін. Балапандарыңыз әсіресе өте қатты сүйсініп жейді. Кез келген тамақты ұнатпайтын бала рахаттана жейді. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз, және де видеоны ең соңына дейін жақсылап қараңыздар. Ең алдымен 6 немесе 5 картопты жақсылап тазалап, турап, ыдысымызға салып, үстінен суды құйып, қайнатып пісіруге қоямыз. Ол піскенге дейін біз пиязымызды қырғыштан өткізіп дайындап аламыз. 800 грамм тартылған еттің фарштың үстіне майдаланған пиязды саламыз. Пиязымыздың үстінен мен чеснок қостым. Егер ұнатпасаңыздар, қоспай-ақ қоюға да болады. Оның үстінен өзіңіздің қалауыңызға қарай, яғни дәміне қарай тұз және бұрыш салып, жақсылап барлығы бір келкі болғанша араластырамыз. Мінекей фаршымыз дайын болды қыздар. Картошкамыз да пісіп қалыпты. Піскен картошкамыздан біз пюре жасаймыз. Ол үшін өзіңіздің қалауыңызға қарай, дәміне қарай тұз және де сары май қосасыздар дағыны. Картошканы жақсылап тұрып езесіздер. Картошкамыз құрғақ болып қалмау керек, сол үшін үстіне 150 граммдай жылы сүт құйсаңыздар, пюреңіз өте нәзік болып шығады. Міне пюре дайын. Енді фаршымызды осы видеодағыдай етіп, шарик тәрізді етіп, бір порцияға ақшамдап аламыз дағыны. Фольга немесе салафанның көмегімен осылай қолымызбен жайып шығамыз. Осылай жұп-жұқа болған кезде фольгамызды ашып, енді бір тарелкаға бір жұмыртқаны жарамыздағыны жақсылап сарысы мен ағын араластырып, жаңағы фольгадағы фаршымызды, бір порцияға арналған фаршты осының үстіне саламыз. Мінекей осылай болады. Енді табамызды қыздырамыз дағыны, азғандай ғана май құямыз. Сол майымыздың үстіне тура осы видеодағыдай етіп жұмыртқасымен бірге аударасыздар. Сосын крышкасын жауып, қуырып аламыз. Бір беті жақсылап қуырылып қызарғаннан кейін крышкамызды ашып, екінші бетіне аударып, тағы да крышкасын жауып, тағы да ары қарай қуырамыз. Екі беті де жақсылап қуырылғаннан кейін фаршымызды майын жақсылап сырғытып тарелкамызға салып аламыз. Бризольдің арасынан салу үшін мен помидор және огурцты пайдаландым. Екеуін де жақсылап майдалап турап, жаңағы фаршымыздың ортасына салып, үстінен майонез жағып, екі бетін бір-біріне қаратып бүктейсіздер. Мінекей тарелкамызға салып алғаннан кейін жаңағы нәзік болып дайындалған пюремізді саламыз дағыны. Оның үстінен қалауыңызға қарай майонез немесе кетчуп жағып, осылай әсемдеп балапандарыңызға берсеңіздер, сүйсініп рахаттанып жейтін болады. Кез келген тамақты жей бермейтін балдар үшін өте таптырмайтын тамақ бұл, әрі тоқ ұстайды. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған бота. Егер видео ұнаған болса, лайк басып комментария қалдырыңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.